Ай мектеп. Аға, осы Айгөлек әнінің авторы кім? Айгөлектің әнін жазған белгілі сазгер Бақытжан Байқадамов. Шындығында, ертеде аналардың балаларды өбектеп, еркелете ойнататын қарапайым ғана Айгөлек атты халық әні болған. Бақытжан Байқадамов халық әнінің ескі жұрнағы боп жеткен келте қайырмасынан тамаша ән өріп шығарған. Айгөлекті үлкен сахнаға алып шыққан атақты биші Шара Жиенқұлова. Яғни, бұрын бар әнді өңдеп, өзгертіп, жаңа ән жазған ба? Иә, Байқадамов Айгөлектің аранжировкасын жасаған жоқ. Оны жаңа ән етіп шығарды. Аранжировка деймісіз? Ол не? Аранжировка деп, әуенді хорға немесе басқа аспаптың орындауына ыңғайлап өңдеуді, лайықтауды айтады. Мысалы, Бақытжан Байқадамов Құрманғазының Ақбай күйіне хор аранжировкасын жасаған. Хор деген не? Хор әншілердің қосылып ән салатын үлкен тобы. Хор бірыңғай және аралас болып бөлінеді. Бірыңғай ерлер, бірыңғай әйелдер және бірыңғай балалар хоры болады. Демек, әйелдер, ерлер, балалар қосылып айтатын аралас хор болды ғой. Аралас хор деп негізінен дауыс құрамына байланысты айтылады. Аралас хор сопрано әйелдердің жіңішке, жоғарғы дауысы, альт әйелдердің қоңыр, төменгі дауысы, тенор ерлердің жоғарғы дауысы, бас ерлердің жуан дауысы партияларын орындайтын 4 топтан құралады. Аралас хор құрамында ең кемінде 12 адам, кәсіби хор құрамында 100-120 адамға дейін болады. Қазақ хор капелласы композитор Бақытжан Байқадамовтың атымен аталады. Оның құрамында 40-50 адам бар. Оның алғашқы хормейстері композитордың өзі болған. Капелла, хормейстер деген сөздерді түсінбедім. Капелла деп, бір кезде шіркеу әншілерінен, кейіннен бірыңғай кәсіби әншілерден құралған хорды атаған. Ал хормейстер деген хордың жетекшісі, дирижері, хорды басқарушы адам. Бақытжан Байқадамов хорға арнап жайлауға, біз бейбітшілік үшін. Тағы да басқа сюиталар, яғни әртүрлі музыкалық пьесалардан тұратын көлемді шығармалар, сонымен қатар қыз арманы, айтыс, еңбек жемісі сияқты ірі поэмалар жазды. Оның Айгөлектен басқа қандай белгілі әндері бар? Бақытжан Байқадамовтың домбыра, алма ағаштар жайнайды, кел достар, Теміртау жастарының әні, бөбегім, пошташы, су тасушы қыз атты ойнақ әндерімен Майра, тойбастар, 16 қыз сияқты хорға арналған шығармалары көпшілікке кеңінен танымал. Ол кісі физика, математика, музыка теориясы саласындағы мол білімін ұлттық музыка аспаптарын жетілдіруге пайдаланып, домбыраның үнін арттыратын жаңа өлшемдер жасап шықты. Әйгілі Айгүл ансамблін ұйымдастырып, эстрадалық жанрдың дамуына да атсалысты. Бақытжан Байқадамов математиканы жақсы білген бе? Иә, ол алғашқыда Қазақ педагогикалық институтын бітіріп, мектепте математика пәнінің мұғалімі болған. Бірақ бойындағы ата-анасынан дарыған өнер оны музыка саласына алып келеді. Ата-аналары да белгілі адамдар болған ба? Иә, оның әкесі Байқадам Қаралдин мен анасы Үрзипа Төлебаева тек Торғай өңіріне ғана емес, 20 ғасырдың басындағы бүкіл қазаққа белгілі зиялы адамдар болған. Шығыс Таңшолпаны аталған Үрзипа 1904 жылы Санкт-Петербургтегі Бестужев курсында оқып, орыс, француз тілдерін еркін меңгерген қазақ қызы.
Өнерлі болсын деп, әкесі Байқадам ырымдап кішкентай Бақытжанға домбыраның құлағын тістетіп қойып, аққу, ақсақ құлан сияқты күйлерді тартатын болған. Әке тілегі қабыл болған екен ғой. Иә, Айгөлектің авторы Бақытжан Байқадамовтың еңбегі жоғары бағаланып, көзі тірісінде көптеген атақтар алған. Қазір қазақтың мемлекеттік капелласына, Арқалық қаласындағы өнер мектебіне, Алматы қаласындағы көшеге оның аты берілген. Ол тұрған үйде ескерткіш тақта бар. Рахмет аға. Енді мен Айгөлектің әні мен биін ғана емес, оның авторы туралы да білетін болдым. Қайталайық. Бақытжан Байқадамов 200-ден астам тамаша өнер туындыларын жазған композитор Бақытжан Байқадамов Қазақстанда көп дауысты хор музыкасы жанрын қалыптастыруға ерекше үлес қосқан. Ол хорға арнап, жайлауға, біз бейбітшілік үшін, тағы басқа сюиталар, яғни әртүрлі музыкалық пьесалардан тұратын көлемді шығармалар, сонымен бірге Қыз арманы, Айтыс, Еңбек жемісі сияқты ірі поэмалар жазды. Бақытжан Байқадамовтың Айгөлек, Біз отанның бөбегі, Пошташы, Су тасушы қыз, Домбыра, Алмағаштар жайнайды, Кел достар, Теміртау жастарының әні, Бөбегім атты ойнақ әндері мен Майра, Тойбастар, 16 қыз сияқты хорға арналған шығармалары көпшілікке кеңінен танымал. Ол физика, математика, музыка теориясы саласындағы мол білімін ұлттық музыка аспаптарын жетілдіруге пайдаланып, домбыраның үнділігін арттыратын жаңа өлшемдер жасаған. Әйгілі Айгүл ансамблін ұйымдастырып, эстрадалық жанрдың дамуына да атсалысты. Бақытжан Байқадамовтың аты Қазақтың мемлекеттік капелласына, Арқалық қаласындағы өнер мектебіне, Алматы қаласындағы көшеге берілген. Ол тұрған үйде мемориалдық тақта орнатылған.